Айгерім ханым, қалыңыз қалай? Саламатсыздар, Қош келдіңіз. көрермендер, Бүгінгі рахмет. кәсіби мерекеңіз құтты болсын. Көп рахмет. Ұстаздар мерекесі дегеннен кейін сізді кәдімгідей білікті ұстаз, шәкірт тәрбиелеп жүрген, қаншама шәкірттің санасына сәуле сеуіп жүрген ұстаз деп сізді бірінші шығарып отыр. Көп рахмет құрметтеріңізге. Я біздің мерекеміз ертең негізінде ресми түрде әріптестерді кәсіби мерекелермен құттықтаймын. Шын жүректен мерейлеріңіз үстем болсын, саналы шәкірт берсін Аллам сіздерге. Еңбектеріңіз әрқашан еленіп, қошеметке бөленіп жүре беріңіздер, дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңызға амандық, шаңырақтарыңызға шаттық тілеймін. Не деген тілек. Айгерім әдемі болып кетіпті бүгін дейді. Мен бүгін өзімнің кәсіби мерекеме аса дайындалып келіп едім деп. Айгерім, енді Еркін мен Гүлнардың мәселесіне тоқталайықшы. Еркінде бір Айгерімге деген шынайы махаббат бар деп ойлайсыз ба? Ой, Гүлнарға. Мен білмеймін, енді оның ішіне кіріп көрген жоқпын, бірақ мен өткендегі айтқан пікірім... Сіз ұстазсыз ғой, көзқарасынан білетін шығарсыз. Пікірімде қаламын. Мен ойлаймын, жас босаға көрмеген қызға осындай нәрсе керек па депші. Осындай мысалы қаншама әңгіме болып жатыр, ол жаңағы баласымен қарым қатынасын дұрыстау, әйелім абақтадан шыққаннан кейінгі тағы да проблемалар туындауы мүмкін. Осының бәрі керек па деп ойлаймын да. Жас қыз тең-теңімен тезек қабымен деген сөз бар. Әйел алмаған жігітпен отау құрса әрине жақсы болады. Мен ойлаймын, негізінде асықпау керек деп. 22 жас деген не ол? Айгерім, кәсіби мерекеңізбен құттықтап жатқан біздің ютубта көрермендер өте көп. Айбек мырза, сәлем. Айгерім ханым, ашылып құлпырып кетіпсіз дейді. Айгерім, сенің мына шашыңның түсі сені кәрі көрсетеді дейді. Мүмкін, бірақ мен мектеп оқып жүрген кезде шашымды осылай қатты мен сары шашты қаладым, бірақ мен анам рұқсат бермеді. Мектепті бітіргенше ештеңе жасамайсың деді. Мектепті бітіргеннен кейін білген ботқаңды езіп же деп айтатын мамам. Сразу шашын бояп тастадым. Сөйтіп мен ОБТ тапсырдым. 11 сыныпты бітіріп ОБТ тапсырып, бірден жүгірген жерім сұлулық салоны болды. Содан бастап мен 10 жыл бойы шашым сары. Еркін бір қызбен бір жыл тұрды, мен оның подругасымын, бәрін білем дейді. Денис 1990 деген кісі жазып жатыр. Сіз бізге WhatsApp номерге жазыңызшы, сізге хабарласа қазір. Ержан, Еркінбек, екеуің басқа адам жоқ па, шығарып жіберсеңіздерші, екеуінен де орын жоқ бұл жерде дейді. Екеуі де жобада жоқ қой. Олар кеткелі қай заман. Көрермендер, екеуі де жобада жоқ. Сабыр сақтаңыздар. Айгерімнің дейді, оны оқымай қояйын енді. Бүгін төл мерекесі ғой, Айгерім көңіл күйін түсірмей қояйын. Айгерім әдемі, әдепті, білімді, білікті қыз, дұрыс айтасың. Гүлнар байқұс әке іздейді дейді. Еркіннің қаншама адамда қарызы бар дейді. Сізге айттым ғой, Денис, бізге хабарласыңыз. Хабарласқанда WhatsApp номерге жазыңыз. Дәл қазір бүкіл ақпаратты білетін боламыз. Бізде Гүлнардың өміріне алаңдап отырғандықтан. Еркін телефон сөндіріп тастап қашып жүр дейді. Айгерім, төл мерекең құтты болсын, мерейің үстем болсын. Көп рахмет, аумин. Маған келгендеріңіз еселеп қайтсын. Айгерімнің шаруасы бітпейді ма дейді. Бітеді, Алла қаласа бітеді. Жақсы сөз сөйлейік, бітеді, бәрі жақсы болады. Қарыз любой адамда болады ғой, шаруасымен алған шығар дейді. Еркін жауап беріп отыр ғой. Неге менің сұрағым жауапсыз қалды, Айбек мырза дейді. Бақыт, қандай сұрағы сіздікі? Еркін қашып жүр, Ақтөбеден Алматыға қашып кеткен дейді. Айттым ғой, маған бізге WhatsApp номерге жазыңызшы, Денис. Неге аяқ кеудеңді ашып отырсың дейді. Жауық сияқты. Айгерім өте жақсы қыз, сөздер орынды дейді. Еркіннің әйелі түрмеде жатыр, оны айттық. Айгерім, анашым сияқты бақытты болғайсың дейді. Анасына ұқсатып отыр екен. Айгерім, қай кезде сабақ беріп үлгересің дейді. Мен қазір онлайн түрде сабақ жүргізіп жүрмін. Түске дейін болады сабақтар. Түстен кейін осына келемін.
түстен кейін жұмысым бар дейсің ғой. Айгерім әдемісің дейді. Оқыңызшы осын. Түх. Рахмет. Сұрақ қойсаңыздаршы. Иә, Айгерім әдемі қыз. Айгерім, туған күніммен Айко өте кереметсің. Туған күніңмен дейді. Құрметті көрермендер, туған күнім емес бүгін. Бүгін кәсіби ұстаздар мерекесі ғой. Менің туған күнім басқа жыл мезгілінде. Айгерім, сен қанша отырасың енді дейді. Мен өзім сол сұрақтың жауабын білсем, жақсы болар еді негізінде, қанша отыратыным. Айгерім, бастаған жұмысың жақсылықпен аяқталсын. Аумин. Тахир мырза, денсаулық тілеймін дейді. Осымен бітірейік. Көп рахмет. Тахирдағы келіп қапты. Жөтел.